Ассалаумағалейкум достар, бұл айтылмаған әңгіме. Қазақтың қарапайым жігіті айына кем дегенде 1 миллион мен 3 миллион теңгенің арасында жай тауып отыр. Ал ең көп тапқан табысы 6 миллион теңге. Бұл қарапайым қазақтың жігіті жасап отқан шаруа. Табысты нөлден бастаған. Осы жігіт туралы бүгін сіздерге айтамыз, көрсетеміз, қандай шаруа жасап отқан, оны да көрсетеміз. Кеттік. Қарағандыға бүгін арнайы келдік. Қош келдіңіздер. Бүгін енді производствомен полный танысамыз. Не жасайсың, айына қанша табасың, осыны үйренуге бола ма, қиындықтары қандай? Қош келдіңіздер. Енді біздің мынау осы Қарағанды қаласындағы цех. Қазір енді кішігірім. мына жерден жігіттер кіргеннен бастап ана жақта жинап жатыр, мәселелер қойып жатыр, мына жақтан тазалап жатыр. Мен мына жақтан базаларды көріп тұрмын, сосын қаншама бүркіт бар, бірлер бар. Енді сувенирдің неше капелка сувенирінің мына жерде 180 түрі бар. Базалардың өзі бір 25 түрі бар. Декоративный кірпіштердің 30-40 түрі бар. Бұл жақта гипстен жасалу керек заттың бүкілі осы жақтан шығып жатыр. Мына бөлмеде не істейді? Бояймыз ба? Бұл бөлмеде қазір заливка болғаннан кейінгі мынандай шоптар дейді, шоптарын тазалап жатқан жер ғой. Енді мен толықтай жаңағыдай істеліп жатқан жерлерге ол жаққа кірген ма, мен сәл құпия алып жер. Примерно осылай қазір істеліп, мына шоптар тазаланып, мына жаққа кептіріп дейді ғой, былайша айтқанда, кептіретін жағындамыз. Осы 8 жыл бұрын осы бизнеспен айналысатын Карс Дима деген кісі бар еді, Шымкент қаласында. Сол осы Қазақстанға өзінің жаңа жұмыстарымен келіп, осы жақта осы бизнесті сол бірінші болып ашты деп айта аламын. Сол қазір бірақ Кореяға көшіп кетті. Сол кісінің қолында жұмыс істейтін былайша айтқанда. Кейін бір әңгіменің арасында өзі Нұрбол, мен осындай Кореяға көшейін деп жатырмын. Егер мен сұраған бір сумманы айтам, сол сумманы беретін болсаң, саған осы үйретіп кетуге дайынмын деді. Өз көзіме көріп жүрген сол бағасын айтқаннан кейін уже уверен болып тұрдым да, істей алатынмын. Сол ақша табу проблема болды сол кезде. Бір ағам беретіндей болды. Соны күтіп 1 жылдай жүрдім. Содан кейін өзім қазір көзім жетті, что біреуге сеніп осы саған көмектеседі деген сенудің қажеті жоқ екен ше. Өзім інім бар, өзім жаңағы стройка істедік ше. Ұялатын ештеңе жоқ, стройка істедік. Жаздың тағы андай шілдесі етті, қатты ыстық кез, әйтеуір. Солай келгеніне өзім қуанамын, бір шетінен қызық тәтті болады да. Оның ақшасы да жетпейді ғой. Содан кейін алдық та забор, шлакоблоктар деген хит болып жатқан кез, заборға аладық, стройка істедік. Сонымен тағы да жетпей тұрды. Одан кейін өзім кезінде 250 мың теңгеге, сол кезде 250 мың теңге өзім досымнан машина алған болды. Сөйттім де, ол машинаны енді опыт жоқ кез бір газельдің артына түртіп алдым. Сонымен өзім жаңа тапқан стройкістер тапқан ақшамен жаңа жетпей тұрды, машинаны сату керек болды. Енді ана уже ол кісі де кету керек дерек. Ол кетіп қалса уже ақшаны тапқанмен бесполезно болып тұрды, оны үйрену. Сонымен жаңа машинаны сатам, 250-ге алған машинаны сәл түрткеннен кейін асығы срочно болып 130 мыңға сатам да. 130 мыңға сатып, общий ақшаны біріктіріп, 650 мың теңгеге болды да, сол кездегі сумманың 650 мың теңгесін беріп, сонымен өктіп, үйреніп. Енді бүкіл ақшаны бәрін бердім, үйрендім уже. Мен даже бастап кететінде ақша болмады да, кейін ары қарай дальше. Енді ары қарай қорқып тұрған жоқпын ол ақшаны табуға. Сонымен бөлем бар еді, сол бөлем екеуміз, ода кішігірім ақшасы бар еді, 50 мың теңгесі бар еді сол кезде. Соның машинасы бар еді, соған заттарды салдық та. Астанаға өзім даже бір шет жақ қалалар, даже Алматыға да шықпаған кездерім ғой жалпы. Сонымен бірінші Астанаға қарай тарттық, сонымен міндік та. Енді Шымкенттен Қарағандыға 1200 километр, сол жақтан келудің өзінде бір шаршайсың ғой, сонымен бір демалып деп. Мына Теміртау қаласы бар ғой. Теміртау қаласына барып, бір демалып алып шығамыз дегенбіз жолға. Сонымен квартира алдық та. Сол жерде базардың жанынан алғанбыз ғой тағы квартираны. И мен
Шымкентте жаңа істеп жүрген кезде суреттерін сұрап алғанмын ғой, дайын копилкаларын түрін. Соны барып интерес құрып, базардағы әйелдерден сұрай салайын деп, сол квартирада шықтым да. Примерно бағаларын білейінші деп ше. Бірақ осы жақта айналысып кетемін деген ой жоқ қой. Сонымен барам да, ол кезде сатушы әйелдерден сұраймын, осындай копилка айналсам, көресіздер ма деп. Енді оларда для интерес көре салайын деп әкелді, көреді, суреттерін көрсетіп, бағасын сұрайды ғой менен. Бағалар қаншадан. Мен сол кездің өзінде, мысалы Шымкентте 350 теңгеден оптом болып жатқан бағаларды бұл жақта примерно 800 теңге деп айтып көрейінші деймін де. Маған айтқан ғой, солтүстік жақта қымбат айтсаң өтеді деп ше. 800 теңге деймін. А че так дешево деп жаңағыдай айтады да. Мен сенбей қараймын да, ойнап прикол ұстап жатыр ма деген сияқты ше. 800 теңге арзан деп айтқанға. Тағы аналарды көрсетіп, бәрін бағаларын айтамын, 800, 700, 600, 1200 деп те айтып көремін арасында ше. Нормаль реакцияларын қарап тұрмын, түрлеріне нормаль. Сонымен реакциялар. Сонымен заказ берсек, қазір бар ма деді. Мен айттым, жоқ, 1-2 күнде болады, заказ берсеңіздер дедім. Сонымен онда болды деп, қасындағы тағы сосед 2 адам болып сататын, сол соседтеріне де айтты, что там аласыңдар ма деп. Сонымен оларды аламыз деп. 2 клиенттің өзіне сол кезде 80 мың теңге болды да. 80 мың теңге мен шынымды айтсам ондай бір 2-3 күнде мысалы өмірімде ұстап көрмегенмін да, сол кездегі немен. 1-2 күндегі табысым болмаған. 1-2 күндегі ол табыс. Сонымен не істейміз, бөлемнің 50 мың теңгемен шыққанбыз ғой, жаратып квартираға бердік. Уже Астана жақын қалғаннан кейін бір 10 мың теңге ма алып қалғанбыз, жетеді ғой деп ше, тамаққа. Сонымен бөлем айтты, давай бір не іздейік. Гараж ба бірдеңе мына бір заказ ұрып 80 мың теңге, зато ана жаққа нормаль помещение ала аламыз деп ше. Уайым болып келе жатқан помещение қайдан аламыз, ақша уже қалмай баратыр деген сияқты. Сонымен бір гараж іздеп гаражға барамыз, гараж бос болмай қалады, артында бір 2 этажды үй тұрады. Сол 2 этажды үйді пустой, короче, жаңадан соғып жатқан. Сол үйді бола ма дейді ғой бізге. Болады деп 1-2 күнге алғанбыз ғой негізі. Заказ дайындап беріп, ары қарай тапсырып кетемін деп. 1-2 күннен кейін бояп апарып берем. 80 мың теңгені алып, жаңағыдай қуанып, гриль жеп, бір грильді алып алып деген сондай. Бөлем айтам ғой, ана заказ апарып берген, уже ақша істеген. Давай Теміртау енді кішігірім қала ғой. Қарағандыдан өтіп кеттік біз, мысалы, түнде барып, Қарағандыны да көре салайық та, 1-2 заказ ұрып, содан кейін шығып кетейік те, енді неткен екен. Соны бұл жаққа келеміз де, вообще 150 мыңға заказ аламын ғой. Анаған айтам ғой, бөлеме, тоқтай қойшы. Осы шақты сәл нетейік, Астанаға барамыз деймін ғой. Сонымен ана квартираға қайттан барамыз да, тапсырып кеткенбіз ғой. Қайттан осыны 1 айға алайық. Сонымен 1 айға аламыз, ана заказдарды беріп. Вообще Қарағандыны былай полный білмейсің ғой, мен бірінші рет келген екен, сөйтсем нормаль үлкен қала екен де. Шашылып кеткен, бірақ Абай, Шахтин, Сарайың, Теміртау көп. Солардың бәрін аралап бітем дегенше вообще 1 жыл уақытым кетті ғой осы жақта. Мына жақтан қандай? Енді не емес па? Тек сувенир ғана емес па, иә? Тек сувенир емес, мына гипстен жасалатын заттардың көбісі. Мына декоративный кірпіштер, мынаны қазір өте көп сұраныста. Бұл бұрын бізде жоқ еді, қазір Россияда көп дамыған бизнес еттік. Біздің Қазақстанға да қазір жай келіп жатыр. Осындай кірпіштер. Бұны коридорға, балконға, кухняға, жаңағы телевизор қояды ғой, телевизордың артында тұратын осындай сәндік ремонт түрлеріне. Мысалға базардан сатып алып жатамыз ғой. Егер мынаны үйреніп алсаңыздар, негізі қазір енді кез келген адамда, мен де жақында ремонт жасадым ғой үйге. Балконға, кіреберіске осындай қойғым келді, негізі базарда қымбатырақ. Егер үйреніп алсаңыздар, осыны өздеріңіздің қалаларыңызда енді қазір строительдің мықты нәрсе ғой. Сондықтан мынаны қолдан құйып алып, өздеріңізді жапсырсаңыздар болады. Бұл ертем дейді ғой ол жағы. Басында өзім істейтін жаңағыдай. Заливка қоямын, өзім бояймын, өзім сатамын. Сонымен жай жолдас балам жұмыс керек деген, сонымен қасымда жүреді. Оның айлығын беру, енді лишний өзім үлгеремін ғой деген сияқты көңіл болды да. Сонымен жұмысқа аламын, жаңа жолдас балам. Сонымен екеуміз енді бір шеттен қызық, ішің пыспайды, ары бері сөйлесіп жұмыс істейсің. Сонымен бір күн заливкаға алдық, кейін қасыма көмекші қылып алдым, кейін грузчик сияқты қылып алдым. Сонымен жай қазір уже бір
почти 10 шақты адам ғой, 10 шақты адам жұмыс істеп жатыр ғой. Осы соңғы 2 жыл өзімде жұмыс істеп жатқан жоқпын қазір. Тек басқарып, уже тек телефонмен бұрынғы клиенттерім бар, қазір дамыған заман интернет бар. Қарап тұрған мен мысалға мынау вазаны көріп тұрмын да, қарасам үлкен да. Енді мен Астанада көріп жүрмін, сауда орталығына барған кезде осындай ваза алып үйге қойып қойғым келеді. Бірақ мына бағасы қымбат та. Байқап көрсеңіздер болады. Өте қымбат. Бізде 80 мың, 90 мың, 100 мыңға дейін барады. Мынаның барлығы құю, мынаны бояу барлығы осы жерде ғой, иә? Барлығы осы жерде. Мына жақта, мынау осы кеп тұру, осында тазалау жағы, мына жақ екінші бөлме бояу жағы, ар жағында заливка жағы, оның ар жағында склад, дайын заттарды қоятын. Мен негізі басында осы негізі любой затты істей бересің ғой, ең қиыны сату ғой жалпы. Сату жағы өте қиын. Кезінде біз агрот еккенбіз. Осы агрот егіп, сол кезде өзіміз сататынбыз соны. Өзіміз етеміз. Одан кейін обед кездерінде жаңағыдай, жас баламыз ғой, обед кездерінде үйдегілер ұйықтайды. Жаңа екі шелекті алып алып, помидор теріп алып, мен басқа ауылдың бас жақтарына апарып сататын. Сөйтіп ақшасын алып, өзің тапқан ақшаның дәмін сезсең, уже ары қарай кете бересің ғой. Сол сияқты ол кезде бомба деген мороженое бар ғой, сонда енді шығып жатқан кез. Просто сату жолын түсіндіріп жатқан ғой, сол жағынан уже дамыған менде ше. Сатып жүріп, сонан мороженое аламын, сол мақсат мороженое жеу, сол бірақ ананы сататынмын ше, предлагать етіп. Солар себеп болды деп ойлаймын, что мен кейін өсе келе мына сату жағынан, мысалы, любой адамға магазинге кіріп, мына бір затты алып кіріп, сөйлейін десең, тоқтап қаласың ғой, жұтынып қаласың. Мысалы, бір өзің былайша айнаға қарап тұрсаң, мықтысың ғой. Тақалған кезде, адамдарға сөйлескен кезде сәл ұяласың или сөзің жетпей қалады, жүрек қағысы тез болып кетіп айтыр. Сондай болады ғой. Сондай ол әлі күнге үшін бәрімізде де болады, қанша бір сатып жүрсек те болып қалады өз моменттер. Ұялып қалатын кез айтыр. Сондай. Сол сату жағы, солай сату білетін адам бар ғой, ештеңеден қорқпайды деп айтамын, любой өндірістен ше. Өйткені мен сату білемін де уже, предлагать ете аламын. Именно өзіме жақын нәрсе болды да осы бизнес. Сату. Мысалы, сатуды білмейтін адам уже ең ходовой деген, мысалы, нан сатса да өтпейді ол ше. Қамесінде бір нәрсе көрсейін, осы болады ғой, баяғыда үйімізде тұратын еді ғой, сағатшы, бәріміздің сол үйде тұрды ғой. Дәл сондай сағаттың біреуі бар, енді ол да барлық үйде тұрған шығар. Дәл мынау жылқы, мына жерде сағат бар. Сол барлығы, сөйтсем мұның барлығы Нұрбол екен ғой жасап жүрген ше. Жаңағы осы жақтан бөліп жатырмын, мына жақтан неше түрлесі бар. Ең бастысы осының барлығын қолдан келеді да, мына жеріне сағат салып сата береді ғой. Ал осыны үйреніп алсыңдар, сендер де сататын болсыңдар. Мына сағаттың неше түрлі күшті. Өзі қазақ, біз өзіміз қазақ жаңағы атты, бүркітті жаңағыдай, общий сондай жақсы көретін, қасқырды мысалы ше, сондай қатты жақсы көретін халықпыз ғой. Сондай заттар основном өзіміздің менталитетке жақын нәрселерді істейміз. Адам істеген, адам істейді деген мына жерде болу керек та. Мысалы, бір зат алайық, мысалы, любой затты алайық та. Оны любой істегенін, оны адам ше. Оны сен де істей аласың неге ше. Бір көзге қиын болып көрінгенмен, мысалы, мыналар көзге қиын болып көрінеді ше. Бірақ оны кезген адам енді барып үйрену керек та. Мысалы, сұраған ақшасын беру керек деген сияқты бір саудаласудың қажеті жоқ. Мысалы, базада сұраған, мысалы, барған кезімде обучениеға ақшасын сұрады ғой. Мен саудаласқан жоқпын. Өйткені кезінде, мысалы, обучение істеші деп менімен саудаласқандар болды да, уже оларға толық үйреткім келмей қалады ше, бір андай. Как будто мен шынымен өзімнің от души еңбегім ғой, мысалы, қанша жылдық опытым, мен келіп анда ақылсымақтар да болды. Неге жаның ашиды екен, неге былай тегін үйретпейсің деген ше. Мысалы, сондай адамдар болды. Мысалы, мен сонша жыл еңбегімді мен ешкімге тегін беріп қоя салмайсың ғой. Сосын сондайларды жарайды етпей, болашақ осы көріп отқан жастарға жаңағыда, мысалы, жан-жақты ізденуін сұраймын. Жаңағыда кез келген, мысалы, қазір дамыған заман интернеттерде, мысалы, бір не деп алсам болады, мысалы, бір сумка дейік, мысалы, қазір көзіме сумка ілініп тұр, сумканы алып, мықты сумкалар, оны істеп жатқан адам ше, жаңағыда интернеттен көріп істеп жатқан адамдардың YouTube каналдары болады, соларға шығып жазып, жаңағыда
обучение үйрөтөсүздөр ма деген сыяктуу келисип багаларын мисалы Дубайга да барып келдик. Былайша айтканда алыс эмес 4 сааттык жол экен. Мисалы барып келет, мисалы деп атканбы. Эгер Турцияда болсун ол бизнес, мыкты бизнестер азыр Турцияда, Кытайда, сондай Германияда мисалы мыкты производство соларды көрүп, айтыр өзүңө бир жакын нерседе, мисалы қазір бир удачный дейік, бір удачный сен мынандай мысалы бір затың осы размердегі бір затың сен производство өзің өндіріп шығаратын болсаң, осы затты мысалы 1000 теңгеге шығаратын болсаң, себестоимости бір 100 теңге болсын, осыны сен 1000 теңгеден шығаратын болсаң, мысалы Қазақстанның өзінде мысалы ашын 18 миллион халық бар да, сенің мына затыңды 1 миллион адам деген. Бұл 1 миллион адам алса, 1 миллионды 1000 теңгеге ашын сен мына 1 миллион адамға сен мына затын 1000 теңгеден ашын сатсаң, сен ашын 1 миллиард теңге табасың ше. Бір жақтан сатып алып сатып жатқан жоқсың ғой, иә? Өзіңдікі ғой. Өзім шығарып жатқан зат. Мынау қарашы, қанаттарын айтамын да, барлығын тіліп дейін да. Иә. Осыны келтіріп. Бірақ бұлар енді осы именно қанаты ашылған осындай заттар өте сәл қиындау ше. Доставкада сәл қиын. Істеу қиын емес, доставкада қиын. Сол үшін барынша мен жаңадан сәл мықтылап поручнолау сондай түрлерін істеймін. Мына жерде қазір ати сағат жоғын алдық. Мысалы, былайынан шығады, осын бояймыз да, и дайын сағатты аламыз да, былайынан киге саламыз. Мына жерде сағат мына жерде қазір батарейка салатын кезде мына артынан итересіз да, мына сағатты аласыз да, болды. Батарейкасын саласыз, сағат жүреді, жүресіз былайын аласыз да, өзі киіледі, замоктар көріңіз да, былайын киіп қоясыз, болды, дайын сағат. Мен өзімді айтатын болсам, жаңағы ең кемі ашын миллион сондай ғой. Ең чисто мен өткен қанша жұмысшы балдарым бар, олардың да еңбектері бар. Бұл жердің жұмыс істеп жатқан балалардың өзі ең аз деген 100 мың алады, мысалы. Ең жоқ дегенде, ең жақсылары 300 мың алады. Чисто табысымды айтатын, 1 миллион мен 3 миллионның арасы. Стабильно, ол осы бизнеспен. Стабильно, мертвый сезондар болады, жаңа жылдан кейін деген сияқты. Жаңа жылдан кейін 1-2 ай сәл өтпейтін келеді. Атак бұның сезоны қашан деп сұрап ойлануы мүмкін, ондай сезон деген нәрсе жоқ. Бір мықты болатын кезі деген бар енді. Жаңа жыл праздниктерде атак бұл да күніге сауда ғой. Мысалы мен қазір өзімде 4-5 точка бар өзі. Өзімнің жаңа точкамда продавецтерім сатады. Күніне мысалы, соның өзі қанша табыс. Уже қазір мен оптым клиентті іздемеймін ше. Оптымдардың өзі қазір қайта жалынатын болды, берші сатайық деген сияқты. Қазір уже өзім сатам, қалған бағама қоям, мысалы бір максимум артығы 100 теңге расход кетсе, мысалы 2000-нан сата аламын. Мысалы қалған 1,5 мыңға берші, 1,5 мыңға берем. Вообще ақшам жетпей 1000 теңгем бар десе бере аламын, 500 десе де бере аламын да енді. Мысалы, солай заты 500 теңге сатсандай түрі табыс та. Құдай қаласа. Қазір 8 жылда 4 үйің бар, 5 точкың бар. Аста көріп Дубайға барып көрдің жақында. Смело өзің жүре бересің. Айына миллион табыс. Құдайға шүкір, машина әйтеуір Құдайдың берген барлығы бар ғой. Бір рекордым 210 сондай ғой. 210 штук рекордым. Средний қанша болды? Средний 100-ден аса, 110-120. Негізі бір адам 150 сондай құйға болады. Күнде қанша бояйдың? 110-120 кәсіпте отырамын, ал заказ түскен кезде 250-300 дейін бояйтын кездер болады. Заказын қарай өтірін, бірақ біз алдынан күнде стабилін бояу отырады. Қатпаған заңдылық жоқ, мынандай мен бояу керек, бір живой сияқты ұқсату десең, ол құртасын ше, бұны краска, игрушка ретінде әртүрлі цветтермен бояу керек, әркім вкусы әртүрлі ғой. Мынаған, может, алтын жағып көресің, болмаса күміс жағып көр, разница жоқ, барлығы жарасады өзіне. Мыналарды жасауға бөлек аппараттың қажет жоқ та, бір жақтан алдырып деген сияқты. Жоқ, аппарат ештеңе керек жоқ. Базарға барасың, гипс аласың, базардан барасың, жаңағыдай краскасын аласың, кисточканы аласың. Макеттерін өзім мен мысалы осы уақытқа шейін 10 жыл болды. Жан-жақтан жинадым ғой, жаңа Турциядан, Украина, Белоруссия мысалы, тапқанымша интернеттен заказ беріп, алдыртып, осы Қазақстан тартқызып, уже менде нешедір ассортимент бар, қазір бастайтын адамдар болса, оларға еш қиындық жоқ та. Мына жерде небір ассортимент әрқайсысынан бір-бір штуктан алып алып, кейін өзі жасай алатын.
келді де мақұл келді мен істедім мақұл енді сата аламын ба дейді да мағанша мен айтамын да онда бүйтейік дедім ақшаңыз қолыңызда маған әлі берген жоқсыз сіз давай мынаны біреуін алыңыз любой бердім мынаны екеуін беремін дедім и мен қазір сізге бір 15 минут уақыт беремін дедім сіз мына жерде шығыңыз да мына жерде базар бізде кішігірім сол жерге сіз сатыңыз егер сіз қазір 15 минуттың ішінде сата алмайтын болсаңыз онда сіз сата алмайсыз дедім да мақұл енді қазір 15 минут мақұл 20 минут кетер бірақ сіз өткізе алмасаңыз сол уақытта сіз уже ары қарай сата алмайсыз онда сіз келіп кеткен ақшаңызды мен лучше бере салайын сіз барып нете беріңіз ондай сұрақтарыңыз көп болатын болса дедім да ана кісіге бердім бопты сатып көрейін деп бердім даже 10 минут та болған жоқ арсылдап жүгіріп келіп тағы да бар ма сатайын деп күліп ше тағы да берді тағы да сатып жіберді мысалы келді де сол моментте мен де енді қымбат баға қойған жоқпын жаңағыда мынаны 1500 теңгеден дедім себестеміз 100 теңге болса осыдан мысалы 7000 теңге істеді уақытын қарадық сіз мысалы осындай уақытта 7000 теңге таба аласыз ба деді таба алмайды шынымен ше келген адам любой келіп проверка істеп көрсе болады алып қолына беремін барып сатып кет қай жерге сатамын десе өзі қалап өзіне уверен болу үшін ше оны келіп менен сұрамасын деп жатқаным ғой мен сата аламын ба істей аламын ба деген нәрселер керек жоқ конкретно желание болу керек қой любой нәрсені істеу үшін бір желаниең болса істейсің Нұрболға келдік көрсеттік айтады ғой әрекетте берекет дейді әрекет жасаңыздар үйде жоқ қолымнан келмейді істей алмаймын менікі емес шығар дейтін болсаңдар онда ол сендердікі болмайды ал егер Нұрбол сияқты бір күні бір тәуекелге барып жасайтын болсаңдар онда осындай бір жетістікке жетесіңдер сондықтан рисковать ететін рисковый негізі любой нәрсе жеңеді ғой негізі еш қорықпайтын адамдар ше